Вариациялық қатар мен қисыққа құрылған модификациялық өзгергіштікті зерттеу. 10-шы сыныптың 8-ші зертханалық жұмысы. Жұмыс мақсаты: модификациялық өзгергіштік заңдылықтарымен таныса отырып, вариациялық қатар және вариациялық қисық сызық құру әдісімен танысу. Құрал-жабдықтар: оқушылардың бойы, терек, шие немесе басқа ағаш жапырақтары, үрмебұршақ тұқымы, қарындаш, қалам, дәптер және сызғыш. Жұмыс барысы: бірінші, үрмебұршақ тұқымының ұзындығын өлшеңіз. Екінші, вариациялық қатарды құрыңыз. Мұндағы В тұқым ұзындығы, П кездесу жиілігі. Кестені дәптерге сызып толтырыңыз. Міне мына жерде кестеде тұқым ұзындығы берілген. Айталық 7 мм, 8, 9, 10 және 11 мм тұқымдар бар. Енді олардың кездесу жиілігін анықтаймыз. 7 мм тұқымнан 3 дана бар делік, 8 мм тұқымнан 6 дана, 9 мм тұқымнан 7 дана, 10 мм тұқымнан 11 дана және 11 мм тұқымнан 3 дана бар. Келесі үшінші тапсырма вариациялық қисық сызық құрып, оның ең жоғарғы нүктесін белгілеу. Біз берілген кестедегі мән бойынша график құрамыз. Тұқым ұзындығы көлденең орналасқан, көлденең мәнде, ал кездесу жиілігі тігінен. Енді тұқым ұзындығы 7 болғанда, кездесу жиілігі 3 болды. 3 пен 7-нің түйісу нүктесін табамыз. Келесі тұқым ұзындығы 8 болғанда, кездесу жиілігі 6 болды. 8 де 6, екеуінің нүктесін табамыз. Келесі 9 да 7, 9 да 7, түйісу нүктесін белгілейміз. 10 да 11, міне 10 да 11. Және 11 де 3, 11 де 3. Ең биік нүктесі бізде 10 да 11. Ең биік нүктесін анықтадық, график құрдық. Осы ретпен келесі тапсырмалар орындалады және қорытынды жазылады.